Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қырғыздарға таң қалып жатырмын. Не деген халық бұлар, не деген билік. Ойлап қараңыздаршы, біз мына жақта Каспий переводымызды қашан тексерер екен деп 2 күннің бірінде уайымдап жүргенде, қырғыздарды өзінің президенті көлік салығынан босатты. Ойлап қараңыздаршы, 2025 жылдан бастап қырғыздар көлік салығын төлемейді. Тіпті қырғыздарды осы кезге дейін 2025 жыл 1 қаңтарға дейінгі сол көлік салығын төлемеген адамдардың өзін салықтан босатып отыр президентінің өзі. Енді олардың орнына мына бензин немесе дизельдің әр литріне 1 сом алым енгізу туралы халқына ыңғайлап заң енгізіп қойды. Ойлап қараңыздаршы, қырғыздар билігі осыншалықты қадамдарға барып жатыр. Ал бізде Қазақстанда керісінше осы салыққа байланысты жаңа салық нормасы әзірленіп жатыр, дайындалып жатыр. Оны былай қойғанда, жақында өздеріңіз естіген шығарсыздар, жаңағы 225 мың теңгеден асатын Каспий переводтар тексеріледі деп, халықты былайша айтқанда одан әрі ашындырып қойды. Шынын айту керек, халық осыдан кейін әбден ашынды. Неге енді қарапайым халықтың әрбіріне жіберген аударымдарын тексере ма сонда? Халыққа жағдай жасаудың орнына неге біздің әрбір нәрсемізге дейін тексереді деп, халықтың наразылығы болғандықта жасыратын жай емес. Қырғыздар елі бұнымен тоқтап қалған жоқ. Олар жемқорлармен күресті одан әрі күшейтіп жатыр. Жемқорларға қырғыз елінде аяушылық болмайды. Оны қырғыздардың жаңағы қауіпсіздік жөніндегі комитеттің басшысы, былайша айтқанда КНБ-ның басшысы бар ғой қырғыз елінің. Міне сол Қамшыбек Ташиев дейтін адам ресми түрде мәлімдеді. Әрине ресми ақпарат. Қамшыбек Ташиев былай дейді: жемқорлықпен күресіп жүргеніме 5 жыл болды. Шынымды айтсам, шаршадым. Жемқорды ұстайсың, ал ол сот шешімімен ақша төлейді де құтылып кетеді. Сот жүйесі, прокуратура немесе құқық қорғау органдарынан бірде-бір адамды түрмеге отырғыза алмадық. Алайда қырғыз билігі қол қусырып, енді бұл қалыпты жағдай деген жоқ. Керісінше жемқорлардың ізіне шырақ алып түсті. Әлгі қырғыздардың КНБ-ның басшысы бар ғой, жаңағы Ташиев дейтін адам, одан әрі былай деді: енді олар жазаның ең болмаса жартысын түрмеде өткізеді. Пара алғаны дәлелденген шенеуніктер міндетті түрде түрмеге түседі. Мұндай жазадан ешкім қашып құтылмауға тиіс деген болатын әлгі қырғыздар елінің КНБ-сының басшысы Ташиев дейтін адам. Ал бізде ше Қазақстанда біз ойладық, қаңтар оқиғасы билікті өзгертті, үлкен сабақ алып билік енді бұндай нәрселер енді қайталанбайды шығар дедік, жемқорларды аяусыз жазалайды шығар дедік. Қаңтар оқиғасынан кейін Назарбаевтың жанындағы біршама адамдардың ұсталғаны белгілі. 30 жыл бойы елге жаңада ойына келген істеп келген адамдардың біршамасы ұсталды. Олардың арасында Назарбаевтың бұрынғы жақыны Қайрат Боранбаев та бар еді. Былайша айтқанда олигархтардың бірі. Міне сол Қайрат Боранбай 8 жылға бас бостандығынан айырылып, кейіннен жаздым жаңылдым деп, елге қаражатты қайтарам деп түрмеден шықты. 8 жылға бас бостандығынан айырылған адам түрмеден шыққан азда енді тіпті Паралимпиада комитетінің президенті болып шыға келді. Ойлап қараңыздаршы, 8 жылға бас бостандығынан айырылған адамның Паралимпиада комитетінің президенті болуы. Осыны естіген кезде жағамызды ұстадық. Бұл не болды сонда деп. Негізінде бұның барлығын халық білмейді емес, біліп отыр. Бірақ халық іштен тынып отыр. Мүмкін ашық қарсы шығып, жағдай наразылық жасамайды шығар, бірақ іштен тынып отыр. Алайда билік түсінбеді ма деймін да. Сол 30 жыл бойы Назарбаевтың, былайша айтқанда, ойына келген істегеніне 30 жыл бойы іштен тынған халық қаңтар оқиғасы кезінде Назарбаевтың ескерткішін тас талқанын шығарып жатқан кезде халықтың қандай ашуда болғандығын байқаған едім. Алайда қаңтар оқиғасынан кейін осынау істерден сабақ ала ма десек, керісінше мына осындай оқиғалар халықты әбден ашындырады. Негізінде теңгеміз қалпақтай ұшты. Халқымызды қымбатшылық қысып, күнін әзер көріп жүргенде, халықты одан әрі қинап, Каспий переводыңа дейін тексеріп, салықты арттыра берудің түбі билік үшін жақсы болмайды. Мен әдейі мына алыстағы Американы емес, жанымызда отырған осынау Қырғызстанды мысалға келтірдім. Бүгінде сол қырғыздарды басқарып тұрған Садыр Жапаров дейтін мына адам бір кездері түрмеде отырып шыққан адам, мына Садыр Жапаров дейтін адам. Кейін билікке келген. Ол халқымен қалай сөйлесу керектігін жақсы біліп отыр. Салықты арттыру, рас, оның қалтасын толтыруда ол жақсы біліп отыр қалтасын толтыратынын. Алайда мұның соңы жақсы болмайтынын да біледі.
Сондықтан бір қадам артқа шегініп халқын көлік салығынан босатты. Алайда халықтан алмаған сол 5-10 теңге салыққа бола қырғыздардың қазынасы ортайып қалған жоқ. Керісінше халқының үлкен қолдауына ие болды. Қарапайым халықпен емес, жемқор басшылармен күресті күшейтіп жатыр. Солардың ұрлаған жырлаған қаражаттарын қайтаруға кірісіп жатыр қырғыз билігі. Рас, кейде айтады, қиын кезде мына депутаттар, министрлердің кейбіреуі айтып жатады, қиын кезде Тоқаевтың жанынан табылу керек, президентке қолдау білдіру керек дейді. Қолдау білдіру керек. Бірақ Тоқаевта халыққа бір бұрылып, осындай бір қалай айтуға болады, жылы шырай танытып халқын бауырына басса, осындай бір жаңағыдай үлкен бір өзгерістер жасаса, әрине халық оған бұрылып қарайды, оны қолдайды, қиналғанда жанынан табылады. Былайша айтқанда Тоқаевтың сүйенетін халқы. Сондықтан осындай бір қадамдар керек сияқты Ақорда билігіне. Халыққа деген бір жанашырлық, халыққа деген үлкен бір құрмет деп айтсақ та болады. Әрине мұны еститін билік болса. Қырғыздар таң қалдырудан жалықпайды. Ойлап қараңыздаршы, енді күні кеше ғана көлік салығын алып тастап Қырғызстанда халқын үлкен қуанышқа бөлеген, тіпті кейбір салық төлемегендерге кешірім жариялаған Қырғыздың президенті енді тағы бір маңызды заңға қол қойды. Енді бұл қырғыздар өз елінде мына үйді жағалап жүріп, жаңағыдай беттеріне ниқап киіп, беттерін тұмшалап жүретіндерге қатаң түрде тыйым салды. Президенттің өзі, Садыр Жапаровтың өзі осы заңға қол қойды. Енді Қырғызстанда кім көрінген жаңағыдай үйді жағалап жүріп, жаңағыдай беттеріне тұмшалап алып, діни әдебиеттер тарата алмайды. Сонымен қатар Қырғызстанда мына қарулы күштердің арасында және университеттерде, балабақшаларда, мектептерде діни әдебиеттерді таратқаны үшін, үйді жағалағаны үшін осы діни мақсатта үлкен жауапкершілікке тартылады. Садыр Жапаровтың өзі осынау заңға қол қойды. Қырғыздар елі, ойлап қараңыздаршы, осы заңды енгізіп жатқан президенттің өзі қарапайым түрде Фейсбуктағы парақшасында қырғыздарға арнап жаңағыдай пост жариялап, талқылап жатыр өз елімен. Өз елімен президенттің өзі, мен президентпін деп осы шіреніп отырған жоқ, халқымен бірге талқылап жатыр. Мына біз былай істеп жатырмыз, былай істеп жатырмыз, былай істесе қалай болады деген сияқты, өздеріңіздің ойларыңызды айтыңыздар деген сияқты талқылап жатыр. Өздерінің президенттері Фейсбукта отырып алып талқылап жатыр халқымен. Керемет, не деген керемет. Ал Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, бір кездері тіпті кейбір адамдар, атын айтпасам да өздеріңіз біліп отырсыздар, тіпті қарулы күштер полицияның арасына барып, уағыз айтып, митинг туралы айтып, бүкіл халықтың ашуына қалған еді. Ал қаңтар оқиғасынан кейін сол бір адамдар қайда кеткенін таппай қалдық. Түркияға кетті ма, басқа жаққа кетті ма, Қазақстанда жүр ма, тіпті білмей қалдық олардың қайда жүргендерін. Ал сол адамдар бір кездері қарулы күштердің арасына барып, полицияның арасында жүріп, уағыз таратқан еді. Міне қырғыз елі осындай нәрселердің алдын алып жатыр. Зайырлық қағидаттарын ұстануға тырысып жатыр. Және өздері отырып алып, кабинетте отырып қабылдап жатқан жоқ заңдарды. Жарайсың деп айтам, Садыр Жапаров халқымен отырып, кәдімгі әлеуметтік желіде талқылап жатыр соны, заңды. Халқымен мынадай заң шығарып жатырмыз, біз мынаны енгізгелі жатырмыз, мынадай өзгерістер жасап жатырмыз, енді талқылайық, қоғам болып жаңағыдай пікірлерімізді айтайық дегендей Фейсбукта отырып алып талқылап отыр соны президенттері. Риза боласың кәдімгідей не деген президент деп.